Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын наурыз көже дайындаймыз. Наурыз көжені әр өңірде әртүрлі дайындайды. Мен бұл жерде қойдың етінен, сиырдың еті және жылқының қазысын қолдана отырып жасадым. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдын ала жуып дайындалған етімізді қазанға салып, осылай қайнатамыз. Көбігін алынғаннан кейін жарты сәбізді майдалап турап және бір бас пиязымызды майдалап турап сорпаға қосамыз. Бетін жауып, жай отта қайнатамыз. Қосылатын осындай бұршақтарымызды ыстық суға 1 сағат бұрын бұқтырып қойып қоямыз. Суын төгіп, содан соң сорпамызға салып қайнатамыз. Дайын болған піскен етімізді сүзіп алып, осылай майдалап тураймыз. Мен көжені бидай жармасын қосып жасадым. Бидай жармасын кез келген дүкен сөрелерінен алсаңыздар болады. Бидай жармасын осылай суға бірнеше рет қайталап жуамыз. Себебі оның ішінде өзінің кебегі болады. Соның барлығы жуған кезде суға шығып кетеді. Астында тек қана маңызы қалады. Сол маңызын саламыз. Міне бірнеше қайталап жуылған бидай жармасын сорпамызға салып, жай отта қайнатамыз. Бидай жармасы астына тез шөгіп қалуы мүмкін, сондықтан бірнеше қайталап астын қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Дайын пісіп шыққан етімізді осылай майдалап тураған соң, мен осындай үлкен кастрюльге ауыстырдым. Кішкентай қазанға симағаннан соң етімізді салып, жақсылап араластырып, жай отта пісіреміз. Сүт құйдым мен. Жақсылап араластырып, қалауларыңызға қарай жаңғақ немесе өрік салсаңыздар болады. Әр жерде әртүрлі атайды. Мен осындай жаңғақ түрін салдым. Салмай қойсаңыздар да болады, қалауларыңызға қарай. Дәмін татып, татуына қарай тұз саласыздар. Менде бұл жерде тұз салғаным көрінбей қалыпты. Осындай дәмі де татуы да өте дәмді болып шығады. Осылай қоюлана бастаған кезде көжелеріңіз дайын. Мінекей менде дайын болып шықты. Тез әрі оңай дайындалады. Үйдегі бар ингредиенттерден дайындалатын наурыз көже кез келген балаға да, тіпті үлкен ересек кісілерге де ұнайтыны сөзсіз. Үй жағдайында сіздер де осылай жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.